Сәлем достар баршаңызға. Сіздермен мен Райхан. Мінекей кіріп келген ұлыстың ұлы мерекесі, Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздерге бүгінгі ұсынайын деп тұрған рецептін жұмсақ үлпілдеп шар құсап шығатын бауырсақтардың рецептісімен бөлісемін. Ортасының өзі керемет жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең керемет жұмсақ болып шығатын рецепті сіздерге ұсынып жатырмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, содан соң ашытқымызды құйып, одан соң біраз қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Жылы жерге міндетті түрде. Мінекей ашытқымыз осылай көтеріліп дайын болды. Енді ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан соң сүтімізді құямыз. Ашытқымызды саламыз. Қантымызды, барлық керекті заттарымызды бірінен соң бірін үстіне салып, соңында жақсылап араластырамыз. Ең соңында сұйық майымызды салып, мінекей жақсылап араластырып аламыз. Содан соң міндетті түрде електен өткізіп, ұнымызды салып, қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Бөліп араластырып елесеңіздер, қамырларыңыз өте керемет жұмсақ болып шығады. Мінекей қамырымызды қойылып шықты. Енді ұнымызды електен өткізіп, қолымыздың көмегімен қамыр елейміз. Қамырымыздың ұны көп болып кетсе, құрғақ болып кетуі мүмкін. Сол үшін де қамырдың ұнды нормасында саламыз. Мінекей жұмсақ, қолға сәл жабысатындай болып, дайын болып шықты. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа тындырып қоямыз. Мінекей қараңыздаршы, 1 сағаттан соң қамырымыз көтеріліп, әдемі болып, дайын болып шықты. Енді қамырымызды бөлектерге бөліп, содан соң жайып аламыз. Қамырымыздың қалың жұқалығы өзіңіздің қалауыңызда. Егер қалың болғанын қаласаңыз, қалың қылып жаясыз. Егер жұқалау болғанын қаласаңыз, жұқа қылып жайып, формалармен бауырсағымызды кесіп аламыз. Мен банканың көмегімен кесіп алдым. Содан соң кесіп болған соң бауырсақтарымызды бөлек матаның үстіне қойып, 10-15 минутқа майымыз қызғанға дейін тындырып аламыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар. Қатты қызып тұрған майымыздың үстіне бауырсақтарымызды саламыз. Бауырсақтарымызды пісіріп бастаған кезде алауды міндетті түрде пәсейтуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде төмен алауда пісіріп алсаңыздар, ортасы да жақсы пісіп шығады, қатты қызарып та кетпейді, әдемі болып бауырсақтарыңыз пісіп шығады. Қараңыздаршы, доп-домалақ, үлпілдеп, ісіп, шар сияқты болып пісіріп жатырмыз. Осылай барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз, екі жағын қызартып. Ал мінекей бауырсақтарымызда үлпілдеп, доп-домалақ болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Райхан, назарларыңызға рахмет.